Баршаңызға қайырлы күн, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен пияз қосылған осындай қатпарлы қытырлақ болып шығатын қаттаманың рецептімен бөлісетін боламын. Видеоны соңына дейін қараңыздар. Алдымен ыдысымызға жылы су, тұз және жұмыртқаны салып, тұз ерігенше жақсылап араластырамыз. Араластырып алған соң електен өткізілген ұнды қосып қамыр илейміз. Қамырымыз дайын болды. Енді осы қамырдың ие қанғанша 15-20 минуттай тындырамыз. 5-10 минуттан кейін тағы да басып қою қажет. Қамырдың ие қанған соң осылай тура екі бөлікке бөліп, бір бөлігін бетін жауып қоямыз, бір бөлігін ұн себе отыра оқтаудың көмегімен жұқалау етіп жаямыз. Екінші бөлігінде дәл осылай жайып аламыз. Қамырды осылай жұқа етіп жайып алған соң бетіне ертілген сары май жағамыз. Майдың майлылығы 60%-дан жоғары болса, сонда қытырлақ дәмді болып шығады. Кейін қалаларыңызға қарай пияз, не болмаса көк пиязды қойып, екінші қамырды бетінен жайып, оның үстінен де жаңағы сары майды жағып, тағы да пиязды бетіне сеуіп шығамыз. Кейін осылай кішкене бөліктерден бөліп, видеода көрсетілгендей етіп орап шығамыз. Мен де мұнда кішірек етіп жасадым. 8 қаттама шықты. Егер үлкен қылып жасасаңыздар, онда осы рецептпен негізі 4 қаттама шығады. Осылай орап алған соң целлофанға салып, майы қатқанша 15 минуттай тоңазытқышта, болмаса морозильникке саламыз. Содан соң ұнның көмегінсіз осылай жұқалау етіп жаямыз. Кейін табамызға біраз мөлшерде сұйық май құйып, май қызыған соң жаңағы қаттамаларды саламыз. Егер де жұмсақ болғанын қаласаңыздар, сары майға пісірсеңіздер болады, сонда жұмсақ болып шығады. Бір беті қызарған соң екінші бетін аударып пісіріп аламыз. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Сіздерге ұнайды деген сенімдемін. Сіздермен болған салтанат. Видео ұнаса лайк басып, комментарий жазып, каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар.